Hello my friend, how are you? Бүгінгі сабақты көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз to be етістігінің қолданылуы. Өткен қарапайым шақтағы to be етістігінің екі формасы бар. Олар was, were, болды, еді деп аударылады. Бірінші түрі was. I, he, she, it есімдіктермен бірге және де жекеше зат есімдермен бірге қолданылады. Екінші түрі were. We, you, the есімдіктермен бірге және көпше түрдегі зат есімдермен бірге қолданылады. Мысалға есімдіктермен бірге былай қолданылады. Бірінші was. I was, he was, she was, it was. Екінші түрі were. We were, you were, they were. Енді осыларға бірнеше мысалдар келтіріп көрейік. Examples. I was a student. Мен студент едім. You were a student. Сен студент едің. He was a student. Ол студент еді. They were so cute. Олар сондай сүйкімді еді. We were so cute. Біз сондай сүйкімді едік. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздерге қандай тақырыпта сабақ керек, соны төменге пікірге жаза кетіңіз. Goodbye.